Алланың ризашылығы ата-ананың ризашылығында. Алланың ашуы, азабы, қаһары ата-ананың ашуында. Ата-ананы ашулатқан адам, ата-ана ренжіткен адам, ата-ананың қарғысын алған адам, ол бекерден бекер оңбайды деп айтылмайды. Ата-ананың қарғысын алған, ашуын ренжіткен адам, ол Құдай тағалаға да осы бір мәміле жасағандай болады. Сахатулла фи сахатил валидейн, Алла тағаланың ашуы ананың, ата-ананың ашуында деген сөздің осы бір хадистің мән мағынасы осында, құрметті бауырлар. Исра сүресінің 23-24 аятында Алла тағала былай деп бұйырады. Аяттың мағынасы: Раббым тек қана өзіне құлшылық жасауды, ата-анаға барынша жақсы жасауды бұйырады. Ал егер олардың бірі немесе екеуі де қолдарында тұрған кезде қартайса, оларға түх деп айтпаңдар. Оларды жүрегіне ауыр келетін, яғни үх деп, яғни зекір болмаса, сондай бір олардың көңіліне, жүрегіне ауыр тиетін осы бір сөзді айтпаңдар. Сондай-ақ оларға зекір ұрыспаңдар. Керісінше оларға жанға жағымды жылы сөз айт. Мейірімменен оларға құшақ жайып, оларға былай деп дұға жаса: Уа Раббым, олар менің кішкентай кезімде қалай мәрбелеп өсірген болса, оларды да дәл солай мейірімге бөлегөр деп дұға ет дейді. Міне жалпы перзенттің осы бір аяттағы бар Алла тағаланың адам баласына жүктеген перзенттің міндеті не десе, перзенттің ата-анасына жасайтын дұғасы. Яғни ата-анамыз қартайып, қолымызда үлкен жасқа келіп, әл-жуаз болып, әлсіз қалде болған кезде біз оларды тіпті ұнасын, ұнамасын, қазақта тіпті ата-анаң жынды болса ұқсап бақ деген сөздердің ауыр сөз болса да, бірақ қандай да бір жағдай болмасын, оларға қызмет жасауымыз. Ендігі кезекте әлгі қазіргі кезден ата-аналарымыз, өзіміз бәріміз ата-анамыз ғой. Балаларымызға кейде бір нәрсе ақыл кеңес берген кезде балаларымыздың: "О, ата-ана қойшы, сіз не білесіз, араласпаңыз", болмаса әртүрлі, бұл енді мүмкін ауыр сөздер емес, тікелей балағат сөз емес шығар, тікелей енді біздіңге бір көңілімізге қалатын сөз деп балаларымыз айтпайтын шығар, бірақ перзенттеріміздің, балаларымыздың кейде ата-ананың хаққысына келгенде бір жеңіл қараулары, ата-ананың көңілін қалдыру, ата-ананың жүрегіне ауыр бататын сөздерді айту біз үшін өте ауыр жайт, құрметті жамағат. Біз қандай бір сөз болмасын, ісіміз, қимылымыз, ауыздан шыққан әрбір сөзіміз ата-анамыздың жүрегіне оқтай қадалатын болса, ол перзент үшін өте үлкен қасірет, құрметті жамағат. Перзент үшін өте үлкен қасірет. Яғни ол керісінше әлгі сөздерден гөрі мейлі ата-анаңыз білмейтін шығар, мейлі сізге ата-анаңыздың айтқан ақыл керек емес шығар, мейлі мүмкін ата-ана кейде сізге араласпайтын нәрселер араласып жатқан шығар, айтамыз ғой, ана араласпаңызшы осы деген сияқты әуел сөз, бірақ сол кездерде керісінше ата-ананың жүрегіне ауыр келетін сөз емес. Ата-анасына, анасына, әкесіне: "Әке, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз, сіз дұғада болыңызшы, сіз бұл жерде сіздің уайымдауыңыз, болмаса сіздің осындай бір жағдайда, қиын жағдайда түсуіңіз біз де қаламаймыз. Бұл мәселе бір реттеледі, шешіледі, ең бастысы аман болыңыз" деген сөздерді айтуымыз, бұл анаға деген, әкеге деген перзенттік біздердің бүгінгі таңдағы бұл борышымыз. Біздің ешбіріміздің хақымыз жоқ оларға қарсы сөз айтып, зекіп, бетін қайтару, ауыр сөз айту ешбір перзенттің хақысы жоқ, құрметті ағайын. Кім болсаңыз ол болыңыз, тіпті ел билеген басшы болсаңыз да, қоғамның ең белді азаматы болсаңыз да, бүкіл дүниені тіреп тұрсаңыз да, ата-анаңыздың алдында сіз ешкім емессіз. Өйткені Алла тағала ең бірінші Құдайға құлшылық ғибадат қылуды, одан ата-анаға жақсылық қылуды бұйырған Алла тағаланың өзі біздерден осыны талап етеді. Сол үшін, құрметті бауырлар, бұл өмірде ата-ананың хаққысын білген, ата-анаға барынша қамқор болған жандар, мен ойлаймын, бұл ағайынның да, бауырдың да, туысының да қарым-қатынасын жақсы біледі. Ата-анасын сыйламаған адам, ата-анасын қадір білмеген адам, ол ағайынның да туысқанның оған керегі жоқ.
Байқаңыздаршы, яғни ата-анасы сыйламаған адам ол еш уақытта бауырмал болып, ағайынға жақын болып, енді анасын сыйламайды. Ол нағашыларға жақын бола ма, нағашысын сыйлай ма, әкесін сыйламайды. Ол әкесі туған бауырларын сыйлай ма екен? Өзінің әкесін, өзінің анасын қадір тұтпаған адам, оған туыстың керегі жоқ, құрметті ағайындар. Мүмкін өмірде енді кейбір жағдайлар бар шығар. Исключение дейміз, бірақ көбінде ата-ананың хақысын білмеген ұрпақ, ол өзінің туған бауырларында басқан ешкім керек жоқ оған. Сол үшін ең баста қарым-қатынасты Алла Тағала өзінен кейін, пенде менен Алланың ортасындағы адам баласы қарым-қатынасты реттегеннен кейін, ол ата-анасы мен баланың перзенті орнында қарым-қатынас реттелу керек деп жатыр Алла Тағала. Реттеңдер деп жатыр. Егер ата-ана мен баланың ортасында қарым-қатынас реттелсе, онда отбасындағы үйіп отырған ошақ қасында, ағайын туыстың ортасында ауызбіршілік болады. Алладан сондай сұрап дұға ететін, тіленетін, сұрайтын Алладан қорқыңдар. Ағайындық, туыстық, қарым-қатынасты үзуден қорқыңдар дейді Алла Тағала. Инналлаха кана алейкум рақиба. Инналлаха кана алейкум рақиба. Яғни шындығында Алла Тағала бәріне нәрсені бақылап тұршы дейді. Ибадатыңды, құлшылықты реттедің ба? Сен ағайын туыспен қандай қарым-қатынасы болып жатсың? Елге, халықпенен, көрші құлағыңменен, құда жекжатыңменен, дос жарандармен қандай қарым-қатынаста болып жатсың? Алла бәрін біліп тұрады, қадағалап, бақылап тұрады Алла Тағала. Яғни бұл жерде Алла Тағала ең бірінші Алладан, пенденің ең бірінші Алланың хаққысынан қорқуы. Алланың хаққысы не? Құдайға, Құдайға құдірет иесі бір Аллаға ғана ешбір нәрсені серік қоспастан болған ибадат құлшылық жасауымыз, Алланың пәрменін орындауымыз, ақты ақ, қараны қара деп, Алланың шариғатын толық қабылдауымыз, және де ағайын туыстық қарым-қатынасты үзуден қорқыңдар дейді. Яғни ағайын туыстық қарым-қатынасты үзу бұл біздің жәннатқа баруымызға, жәннатқа кіруімізге жолдың үзілу деп біліңіздер, құрметті жамағат. Бірде Расулымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сахабалардың бірі сұрады. Уа Расулалла, мені жәннатқа кіргізетін игі істердің, менің шамам келетін, шақым келетін игі істерді маған айтшы, маған бұйыршы. Мен соларды істерді жасап, иншалла жәннати болуды Алла маған нәсіп етсін деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Та'будуллах ва ла тушрик бихи шай'ан ва туқимус-салат ва ту'тиз-закат ва тасилур-рахм." Аллаға ғибадат етуің, оған ешбір нәрсені серік қоспауың, намаз оқуың, зекетті беруің, ва тасилур-рахм, және де ағайын туыстық қарым-қатынасты үзбеуің деді. Яғни осы 5 нәрсенің ішінде Аллаға ибадат ету, төртеуі қарап тұрсақ, барлық пенденің Алла менен пенденің ортасындағы бұл байланыс, амал. Ал енді соңғы біреуі ғана адамдардың ортасында қарым-қатынасты, ағайынды туыстық. Ең бірінші, яғни сен үшін жақын туысың кім? Сол туыстармен қарым-қатынасты үзбеу. Ал ата-анасы жоқ, тек адам атамыз менен Хауа анамыз ғана. Басқа барлық жаратылыс бұл дүниеде оның атасы бар, анасы бар, аталығы бар, аналығы бар. Барлық жаратылыстың бұл дүниеде Алла Тағала бар нәрсені жоқ қылып жараттым деудің негізгі мәнісі ер, әйел қылып Алла Тағала жаратты. Сондықтан әрбіріміз бұл дүниеде бір атаның, бір ананың перзентіміз, ұрпағымыз. Әрбір ата-анадан тараған ұрпақ ол жақын ағайын болады, бауыр болады, аға, іні, әпке, қарындас болады. Әке жағынан туыстарды ағайын дейміз, немере ағайын дейміз, ана жағымыздан туыстарын нағашы дейміз, нағаштан тараған бауырларды жиен дейміз, бөле, жалпы осы туыстық қарым-қатынас біздің жалпы қазақ халқында, мұсылман ұлттарында бұл мәселе өте біз үшін
үлкен бір әрбіріміз бағалай білуіміз керек болған ата бабамыздың біздерге мұра етіп қалдырған үлкен бір сыйы. Біз әлемде енді әртүрлі халық бар шығар, жетістіктермен мақтанып жатады, бірақ біздің осы Орта Азиядағы халықтардың басым көпшілігі мұсылмандар, біз ағайын туыстық қарым-қатынаспенен, ата-ана құрметіменен, өзіміздің бауырмашылығымызбенен, қонақжайлылығымызбенен, елге халыққа барынша осындай бір қамқорлық, мейірім махаббатымызбенен біз мақтанамыз. Жалпы ағайындық туыстық қарым-қатынас бұл Алла Тағаланың пендеменен Алла Тағаланың ортасындағы қарым-қатынастан кейінгі кезекте тұратын үлкен бір біздерге міндеттелген шариғатта орны уәжіп болып саналатын амал екен. Ағайын туыспенен қарым-қатынасты реттеу, қарым-қатынасты үзбеу бізге Алла Тағала Құранда міндеттеген. Әрине, ағайын туыс дегенде бірінші адам баласы өзінің отбасы дегенде ата-анасы есіне түседі. Ата-анасының қадір қасиеті Құранда Алла Тағала ерекше ата-анаға қатысты, ата-анаға құрмет жасауды, ата-анаға ізгілік жасап, Құдай құлшылық қылғаннан кейін Алла Тағала сендерге ата-анаға жақсы мәміледе болуды деген